Үкіметте көлік мамандарын даярлау мәселесі талқыланды. Қазір темір жол, автокөлік, азаматтық авиация және жол салаларында маман тапшы. Бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай тіптен ұлғаймақ. Болжам бойынша 6 жылдан кейін аталған салаларға 8800-ге жуық қызметкер қажет болады. Бүгінде кадрлар еліміздің 49 жоғары оқу орнында және 280-нен астам колледжде оқытылып жатыр. Жауаптылар оқу орындарының саны көп болғанымен, қызығушылық танытып жататындар саны тым аз екенін айтады. Түйін қалай шешілмек, толығырақ келесі бейнематериалда. Бүкіл тірлікке әсер ететін аса маңызды факторлардың бірі сапалы жол. Бүгінде білікті қызметкерлердің тапшылығы жол инфрақұрылымын дамыту бағытында анық байқалады. Еңбек нарығы қазір автокөлік, темір жол, авиация және жол саласындағы кадрларға мұқтаж. Мәселен, авиацияда 600, ал жол саласында 2500, теңіз көлігі мен темір жол нарығында 3000-нан астам маман тапшы. Қазақстанда автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы, көпірлер мен көлік туннелдерін салу және темір жол құрылысы мамандықтарына оқитындар саны небәрі 441 адам. Көлік министрлігі бұл көрсеткіш көңіл көншітпей отыр дейді. Сондықтан аталған мәселе ғылым және жоғары білім министрлігімен қайта қаралады. Алдағы уақытта осы салаларға грант санын ұлғайту жоспарға енді. Ведомство жанынан 6 салалық кеңес жұмыс істейді. Олар жол инфрақұрылым салаларын қамтиды. Кеңес қазірдің өзінде 711 кәсіпті қамтитын 101 кәсіби стандартты әзірлеген. Биыл тағы жаңадан 19-ын әзірлеп, 31-ін өзектендіру жоспарланып отыр. Жолшыларды даярлау үшін бұрын-соңды мемлекет жылына 1000-ға жуық грант ешқашан бөлмеген. Бұл жоспар енді келесі жылы бірақ жүзеге асады. Гранттың бөлінуіне бастамашы болған жол ғылыми зерттеу орталығы ғылымның тұралап тұрғанына наразы. За последние 30 лет, к сожалению, в дорожной отрасли появилось всего 2 доктора наук, что очень печально. И эти 2 человека, они получили свои степени и обучались за свой счет. Специализация строительства автомобильных дорог, она как таковая, она не пропала, она существовала, но она была объединена в единую программу строительства и архитектура. Республика бойынша нақты жолшыларды даярлайтын 8 жоғары оқу орны бар. Алайда оның бәрінде бірдей материалдық база толық емес. Оның үстіне жаңа технологияларда оқу бағдарламасына енбеген. Тілеубек Бейбарыс университетте көбіне теориялық білім қамтылады дейді. Қазіргі уақытта осы Каздорнияда практика өтіп жатырмын. Негізі база жеткілікті, бірақ университетте тек қана теория болғандықтан Каздорнияда практика жүзінде өтіп жатырмыз. Бұл жерде барлығы керемет түсіндіріп жатыр, ағайлар, апайлар. Елімізде жол саласына қатысты барлық салада білім алатындар саны 16 000. Оның ішінде грантта оқитындардың үлесі 6 000 ғана. Сондықтан көлік және ғылым министрлігі еңбек нарығында тапшылық болдырмау үшін жыл сайын гранттар санын ұлғайтамыз деп отыр. Алмагүл Тасанова, Жұлдызбек Ермұханов, Атамекен бизнес.